Әлем таныған Әуезов тақырыбындағы Мұхтар Әуезовтың 125 жылдығына орай буктрейлер шеруі. Қараш-қараш оқиғасы хикаяты. Қараш-қараш оқиғасы повесть. Бұл 1927 жылы жазылған, авторы Мұхтар Әуезов. Мұндағы басты кейіпкерлер Бақтығұл, ол еркіндікті аңсаған қазақ жігіті. Ол інісінен кегін алады. Оның 3 баласы болды. Үлкен Сейіт 10 жасар, ортаншысы Жұматай 5 жасар, және кішкентай 2 жасар қара қыз Бәтима. Тектіғұл Бақтығұлдың інісі. Оны Сәлмен сабап тастайды. Қатшақ Бақтығұлдың әйелі. Сәлмен Қозыбақ ауылындағы бай. Қоқай бойы еңгезердей болғанмен өте қорқақ жылқышы. Жамантай басты жылқышы. Жараспай Бақтығұл оған сеніп барған кездегі оны сатып кеткен адам. Мен енді осы Мұхтар Әуезовтың Қараш-қараш оқиғасы жайлы қысқаша баяндап берер болсам, ең алдымен бізде Тектіғұлдың қайтыс болуы. Қарашаның суық күні болатын. Бақтығұл тау бөктеріне жылқыларды жинап келуге кетеді. Тектіғұл болса ауылда қалады. Осы сәтте сырттағы боранға қарамай, әлгі Сәлмен бар ашуын Тектіғұлдан алмақшы болып, бар сыртқа шық, қозы қойлардың қасына бар дейді. Сондағы Тектіғұлдың жазығы маған бір жылы киім бер, тым құрса бешпет бер дегені үшін Сәлмен оны сабап тастап, әкеден қолдайлата боқтай жөнеледі. Бұған шыдамаған Тектіғұл 10 жыл істеген еңбегім бір жылы киімге татымаса, қайтар, керек емес мұндай жұмысым дейді де оған кетіп қалады. Бірақ оны артынша Сәлмен өз ауылының еңгезердей жігіттерін шақыртып, Тектіғұлды сабатып тастайды. Тектіғұлдың өкпе бауырына қатты соққылар тигендіктен ол 6 ай қыс бойы төсек тартып қатты ауырып жатады. Кейін көктем келгеннен кейін 2 жұма өткен соң Тектіғұл ауыр тағдырға көнігіп өмірден өтеді. Екінші тарау бізде кек жолындағы жорту. Бақтығұлдың түйсігінде інісі Тектіғұлдың екінші тарау кек жолындағы жорту. Тектіғұлдың өлімінен кейін Бақтығұлдың түйсігінде інісінің айтып кеткен әйел, ақша, бала-шаға емес, кегім кетті деген сөзі түйсігінде тұрады. Осыдан кейін ол кек алуға жол тартады. Түннің ішінде тау жортып келе жатады. Содан кейін сол Қозыбақ ауылының жылқыларына түседі. Бірақ оның жолында бір емес, 2 кедергі болады. Біріншісі, биені алып кетіп бара жатқан сәтінде оны сол Сәлменнің жылқышысы Қоқай көріп қояды. Қоқай бойы еңгезердей ірі жігіт болғанымен өте қорқақ еді. Осы уақытқа дейін ұрымен алыстан көріскені болмаса, соғысып көрмеген адам. Одан құтылғаны осы еді. Оның алдынан Жамантай атты бас жылқышы шығады да, барлық бір топ жылқышы оны қуалай жөнелді. Бағына орай Бақтығұл әлгі Жамантайды бір ұрып, оған қоса оның аты шалынып, Жамантай қалып қалады, жылқышылар таба алмай, Бақтығұл олардан осылай құтылып кетеді. Ауылына әкеліп 4 қазықтың ішіне қойып кетеді. 3-ші бөлім қуғыншылар. Биені үйіне алып келеді де, үйіне кіріп, әйелінің қолынан 4-5 кесе шайын ішіп, әйеліне кетерінде қап алып кел деп айтады да сыртқа шығып кетеді. Әйелі де оны тыңдағандай артынан шығып, үйінде отырған 3 баласына шешем тезек теруге кетті деп айтыңдар дейді де артынша шығады. Көп сөзге келмей-ақ екеуі тез-тез сойып, терісін тығып тастайды. Күйеуінің өте қатты ашыққанын көрген әйел сол жерде бір-екі май құйрық бауырларын шоққа қыздырып береді. Оның түтінінің шығып жатқанын Бақтығұл білсе де, аштық оның ойын тоқтатып тастайды. Содан кейін үйіне келіп, әлгі етті асып жатады. Бақтығұл бірнеше күннен бері денесі құрысып, шаршап қалғандықтан ұйықтап алайын дейді. Көзін ашса, алыстан аттылар келе жатқанын көреді. Сөйткендегі олар Қозыбақ ауылының адамдары болып шығады. Сөйтеді де дәл сол ет асып жатқан жерден үстінен түседі. Келіп Бақтығұлды кінәлай бастайды. Ұрладың, сенің кесіріңнен. Және де сол жерде ол Бақтығұл одан жеңілгісі келмеді де, мырза, аспай сөйлеңіз. Қорқытсаңыз, дұрысымен қорқытыңыз. Сіздің шошаңдап тырнақ қаққаныңызға қорқып тұрған мен жоқ дей бергенінде, әлгі Сәлмен оң қолында тұрған саралы қамшысымен басынан періп беріп қалды. Және артынан құлдырлатып боқтай жөнелді. Сәлмен боқтай бергенде, ол не болса да қарсыласып өлуді тіледі. Бірақ осы сәтте ұлы Сейіттің жан ұшыра айқайлап, әкесіне араша түскені әке жанын қатты өртеп жібергендей болды. Оған рух бергендей болды. Содан кейін Бақтығұл Сәлменнің қолындағы қамшысын жұлып алып, өзінің басынан 2-3 рет тартып, періп жібереді. Осыдан кейін оны бір топ бала келіп, тағы да сабап тастайды. Ол бірнеше күн бойы басын көтере алмай жатады. Көзін ашса, барлық етті де, оған қоса өзінің көк сиыры мен астан мініп жүрген жылқысына дейін алып кеткен болады. Және ол кетерінде, ағам сәттің бос болғандығы рас болса, абақтыда шіртемін деген сөзді айтады. 3-ші тарау бізде пана іздеу. Осыдан кейін ол абақтыға түсуден қатты қорқатын Бақтығұл өзіне пана іздейді. Сөйтіп өзінің астына атын алып кеткендіктен қорадан 2-ші жылқысын шығарып, артынан мылтығын алып, тау
бөктермен барып арқаратады да оны Жарасбай ауылына апарып, Жарасбайдың бәйбішесіне тапсырады. Сөйтеді де кешқұрым барғандықтан таң атқанша ол өзінің басынан кешкен барлық оқиғаны айтып береді. Жарасбай оны ертесі күні нақты жауабын айтып қабылдайды. Осы кездерде Бақтығұлдың өміріндегі ең бір жақсы кездер секілді көрінді. Себебі ол барлық жағынан барлық нәрсені игерді және ең жақсысы ұлы Сейітті молда оқыта бастады. Бірақ Жарасбайды жаман жолға түсіру басталады. Яғни ауыл арасында партия болып жатады. Сол партияда Жарасбай мен Сәлмен қасжау болады. Содан кейін Жарасбай серігі екеуі келеді де Бақтығұлды оңашаға шақырып, оны барымтаға жұмсайды. Яғни оны ұрлыққа жұмсайды. Бақтығұл бас тартқандай болып еді, жоқ, өзіміз жауап береміз дегендей етеді. Бақтығұл соларға сен өзінің адамдарын алып, Қозыбақ ауылына барып барымтаға барады. Бірақ дәл осы жағдайдан кейін ауылдар арасында барымталық жиеленіп кетеді. Әділетсіздік жойылады. Және осыдан кейін бізде кім жеңеді? Жарасбай жеңетін болады партияда. Бірақ орыс съезі басталып, барлық болыстар бір-бірімен достасады. Және де Жарасбай әлгі барымталық ұрлағандардың барлығын осы Бақтығұлдың мойнына жауып тастайды. Осыдан кейін Бақтығұл үйінде жатады. Бірінші кінәсіне оның үйінде тұрған 8 жылқысының 6-ын алып кете қалады. Ал екіншісінде 3 жылқы, бірнеше қой мен оны 3 жыл абақтыға отырғызу туралы үкім шығарды. Бізде 7-ші тарау құтылу, яғни қашу. Ол осылай үйінде жатқан кезінде оны 2 жігіт келіп алып кетеді. Қараса қолдарында ешқандай қару жоқ, өте әлсіз, кішкентай және ешқандай шылбыр ештеңе жоқ болғандықтан Бақтығұлдың мойнынан қашу бірден келеді. Олар аяғын байлауға үйдің ішіне шылбыр алуға кірген кезде Бақтығұл қаша жөнеледі. Бірақ Талтасқа емес, ол кезде үйінің жанындағы қораға қашады. Сөйтіп сол жерде түске дейін тары тартып, түстен кейін бір қошқарды сояды, жартысын өзіне алып, жартысын отбасына тастап кете барады. Осыдан кейін ол қуғын болады. Ауыл арасында оны бүкіл адам іздеп жүреді. Тіпті онымен араластырғызбай қояды. Ауылдағы барлық ұры, аңшы атаулыны осы Бақтығұлды іздетуге жібереді. Одан кейінгі бөлім бізде өш алу. Ол осылай Талтасқа жасырынып жүреді. Бірақ іштей қорқыныш болды. Және өзінің қару-жарағының тым әлсіз екенін білген ол, осыдан бірнеше жылдар бұрын өзі секілді жүрген бір қашқын досына көмектескені есіне түсіп, сол досына көмек сұрап барғанда, ол оған керемет қару-жарақтар береді. Содан кейін ол Талтастарда жүрген кезінде ақыры не керек, артынан бір емес бірнеше жан-жағынан келген адамдарды көрген кезде ол көзсіз іс-әрекетке көшеді де Мылтықбек Жарасбайды атып өлтіреді. Мұхтар Әуезовтің әр шығармаларының философиялық мағыналары өте терең. Бұл шығармада да сол революция кезіндегі далада өскен байлардың жуандығы, олардың кедейлерге өктемдіктері мен зорлықтары туралы айтылады. Және оқиға соңында осы Бақтығұл өзінің үлкен ұлы Сейітті абақтыға алдырады. Абақтыда оны Афанасий деген орыс, Бақтығұл оны Афанасий деп атап кеткен. Осы Сейітті тәрбиелейді, оқытады, барлық нәрсеге баулайды. Бірақ сонда да әйтеуір бір күні Сейітке қарап тұрып, Сейіт, қалай, ауылды сағындың ба? деп сұрағанда, жоқ деп жауап береді. Барлығы таңғала, неге деп сұрағанда, абақты ауылдан жақсы дейді. Бұл екі адамның диалогы ғана емес, бұл автордың мегзеп отырған монологы. Яғни, осындай қиын қыстау кезеңде байлардың өктемдігі жүріп тұрған жуан байлардың кезінде ауылдан абақтының жақсы екендігін жеткізе білген. Міне, осылайша өзінің жарқын болашағына қараңғы түрмеден қарап отырған Сейіт күн санап өсіп келе жатыр деп осылай повесть аяқталады. Мен сіздердің назарларыңызға Мұхтар Әуезовтің «Қорғансыздың күні» әңгімесін ұсынамын. «Қорғансыздың күні» Мұхтар Әуезовтің 1921 жылы Қызыл Қазақстан журналының 3-4 санында Арғын деген бүркеншік атпен жарияланған алғашқы көркем шығармасы. 1922 жылы Орынбор қаласында «Қорғансыздың күні» деген атпен кітап болып шықты. Шығарманың кейіпкерлері: Ғазиза 13 жастағы жіңішке сұңғақ бойлы, аз ғана секпілі бар, дөңгелек ақсұр жүзді, сыпайы, сүйкімді қыз. Ақан жасы 30 шамасындағы болыс, орта бойлы, дөңгелек денелі, қысқа мұртты, шоқша сақалды кісі. Қалтай Ақанның атшабары, жолдасы. Аса пысық, сөзге ұста, қалжыңқой келген жігіт. Мұқаш Ғазизаның туған інісі, Жақып Ғазизаның әкесі, Мәрден Тобықтының жуан ауылының кісісі. Мен сіздерді әңгіменің қысқаша мазмұнымен таныстыра өтейін.
болыс ақан мен оның қасында атшабары қалтай екеуі келе жатады. Және кеш бата боран күшейе бастайды. Және олар қонуға үй табу керек болды. Сонда болыс ақан ол бай үйге, осы жақтағы байдың үйіне барып қонғысы келді. Бірақ қалтай өзінің арам ойын білдіріп, осы кедейдің үйінде жас қызы бар екенін айтады. Сөйтіп олар сол үйге кіреді. Үйде Ғазизаның өзі және екі әйел болады. Біреуі жасы 80-ге келген кәрі кемпір, ал екіншісі жасы 40-қа тамамдаған келіншек, көзі соқыр. Және кеш бата ақан мен үйдегі кемпір сөйлеседі де, олардың аттарына жем шөбін салу керек болды. Және сол кезде сыртқа ақан, қалтай, Ғазиза үшеуі шығады. Сонда ақан мен қалтай өздерінің арампиғылын мүлдем білдіріп, Ғазизаға қорлық көрсетеді. Ғазиза ол қорлыққа шыдамай, ар-намысы оған өмір сүруге шыдатпай, ол әкесі мен бауырының бейітіне барып, солардың жанына барып жатады. Түнімен боран болған соң, ертеңгі күні оның мәйітін тауып алады.